Суреттерге қарашы, не бейнеленген? Дұрыс, сағат. Қалай ойлайсың, сағат не үшін қажет? Дұрыс, уақытты анықтау үшін. Сағаттар әртүрлі болады. Тілшесі бар және тілшесі жоқ электронды сағаттар. Қане, тілшелері бар сағаттарға мұқият қарайықшы. Бұл сағаттардың циферблаттары болады. Циферблат сағаттың ішіндегі бөліктерге бөлінген дөңгелек және цифрлар. Олардың бір-бірінен қандай айырмашылығы бар? Дөңгелектегі ірі бөлік сағатты көрсетеді. Сағаттың кішкентай тілшесінің бір санынан екіншісіне өтуі бір сағатты білдіреді. Сағаттарға мұқият қара. Олардың қандай айырмашылығы бар? Бір сағатта 12-ге дейін сандар жазылған. Ал басқасында 24-ге дейін жазылған. Өйткені бір тәулікте 24 сағат бар. Тәулік дегеніміз не? Сендер сағаттың жартысы ашық сары түсті, жартысы қара көк түсті екенін байқадыңдар ма? Өйткені тәулік күн мен түннің жалпы уақыты. Уақыт өлшем бірліктерінде апта тәуліктен артық. Бір аптада 7 тәулік бар. Уақыт өлшем бірліктерінде ай тәуліктен артық. Бір айда 30 немесе 31 күн бар. Тек ақпан айында ғана 28 күн. Ал 4 жылда бір рет 29 күн болады. Уақыт өлшем бірліктерінде жыл айдан артық. Бір жылда 12 ай, 365 немесе 366 тәулік бар. Бұл ақпан айына байланысты. Ақпан айында 29 күн болатын жыл кібісе деп аталады. Кібісе жылында 366 тәулік болады. Уақыт өлшем бірліктерінде жылдан ұзақ уақыт ғасыр. Бір ғасырда 100 жыл болады. Бұл сағат. Сағатта циферблат болады. Циферблат бұл бөліктерге бөлінген цифрлар жазылған және екі тілшеден тұратын дөңгелек. Қысқа тілі сағатты, ұзын тілі минутты көрсетеді. Бұл туралы толығырақ 2-ші сыныпта оқып білесіңдер. Қане, циферблатта орналасқан сандарды ретімен айтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сағат тілшесі бір сағатта бір цифрдан келесі цифрға жылжып үлгереді. Есте сақта, сағаттық тілше кез келген санды дәл көрсетіп тұрса, минуттық тілше дәл 12-ні көрсетіп тұрады. Бұл сағаттық тіл көрсеткен дәл уақытты білдіреді. Мысалы, мына сағат дәл 2 болғанын көрсетіп тұр. Ал қазір сағат қанша? Дұрыс, сағат 5.